берген баға бәрінен де қазыналы. Еңбекқор әншілер қатарында кімдер бар деп айтыскер ақынды сөзге тарттық. Енді әншілерден айтайық, мысалы, әншілерден айна, эстрадада қазіргі жас әншілердің ішінде. Қазір ең қатты жұмыс істеп жатқан Төреғали мен Ернар Айдар ғой, соның нәтижесін көріп жатыр өздері. Димаш жайында жиі әңгіме айтылып жүр соңғы кезде. Енді Димаш конкурстың әншісі, ол конкурстың адамы, конкурсқа қатысады. Ол сол жақтың адамы. Айтыскер ақынмен жазба ақын деген секілді ғой. Конкурстың әншісі болады, эстраданың әншісі болады. Солай ғой. Ол өзінің саласы. Демек, Ринат Заитов әншілерді эстраданың және конкурстың өкілдері деп екі топқа бөледі. Аспанасты елінде Алаштың абыройын асқақтатып жүрген Димашқа Лара Фабианның өзі оң бағасын берді. Қытайға арнайы барған Майра Ильясова сондағы қандастарымыздың мерейлері өсіп жатқанын қуанышпен хабарлады. Қытайдың қазақтары риза болып жүр. Бізді мына қытайлар бұрын адам деп елемеуші еді, қазір бәрі бізді Димаш деп бізді де мойындап, біз сондай боп, керемет боп, дәрежеміз көтеріліп, қуаныштан жүрегіміз жарылып жүр деп жатыр. Маған сол ұнады. Біздің де Қазақстан енді мойындаған ғой Димаш. Қазір дүние жүзі, оның ішінде анау-мынауға жаңағы таңғала қоймайтын Қытайлардың мойындауы енді керемет, шынында да көзімізбен көріп келдік. Кеше ғана кіндік қаны тамған Ақтөбе өңіріне Хунан ТВ-мен бірге келген Димашты жерлестері облыс әкімімен бірге қарсы алды.